Құрметті қатындар мен мырзалар, сендермен бірге Тескөке. Бүгін біз зомби апокалипсис және өлер алдында жасайтын 100-тен тұратын тізім анимасының 3-ші бөлімін көреміз. Қызық комменттер видеоға шығады. Дәстүрімізге сай ұрттарыңа қыртылақтарыңдар. Бұрындары Шизука кішкентай болып мектепте оқып жүргенде, ол көшеде бұралқы күшікті тапты. Әкесі күшікті үйде қалдыруға рұқсат бермей, қызынан тезірек одан құтылуды талап етті. Жол бойындағы кафедегі лагердің адамдары сыра ішуде, ал Гонзо тос айтады. Барлығы ішіп жейді. Жандарынан қолында коробкалармен Акира өтеді. Пацандар одан сыра әкелуді сұрайды. Акира құлап, кешіріңіз деп қайталайды. Гонзо сыра әкелген кемпірге айғайлайды. Ол сыра құйып беру үшін Шизуканы шақырып алып, оның емшектеріне қарайды. Гонзо оған да құяды. Шизука кружканы алып ішіп алады. Гонзо тағы сыра мен чипсы әкел деп Акираға айғайлап, оны қорлауды жалғастырады. Ол бөтелкені сындырып, пацанға айғайлауды жалғастырады. Шизука өзінің балалық шағын еске алады. Әкесі Америкаға кетіп, сол жерде кәсіп ашты. Бақан көп нәрсені бастан кешірді. Есепшіл және сабырлы болды. Ол Шизукада өзі сияқты болуын күтті. Қызы ауру күшігін үйдің чердагында тығып ұстады. Шизука жануарларға күтім жасау туралы кітаптарды оқып, күшікті емдеп тамақтандырды. Шизука дәрігер болуды армандады. Бірақ Бақан дәрігерлер, адвокаттар, мұның барлығы шестеркілер екенін айтты. Әкесі бұралқы иттер ұстау қызметіне звондап, олар күшікті алып кетті. Қызын қатал тәртіппен өсіріп, оны қатыгез, мейірімсіз адам етті. Шизука әкесіне қарсы шығуға қорықты. Шаршап, нерві сыстаған Акира консерві салынған коробканы түсіріп алады. Гонзо мұның бәрін жұмыспен өтеу керек деп айғайлайды. Ол айғайлап, оны қорлаған сайын Акира кеңседе оған солай қараған күндерге тереңірек батады. Гонзо кенет екпінін өзгертіп, мейірімді бола қалады. Ол, сенің бұдан да көп нәрсеге қабілетті екеніңе сенемін деп ұрсып жатырмын. Бізбен бірге қал дейді. Гонзо қоршаудың артындағы зомбилерді нұсқап, онда Акира сен жалғыз қалай күн көресің? О жақ ауыр әрі қауіпті ғой. Мұнда еш уайымсыз өмір сүресің. Тек бұйрықтарды орында дейді. Шизука әкесімен болған әңгімені есіне алады. Ол барлық тілектеріңді бір жаққа асырып қойып, жай ғана менің нұсқауларымды орында. Сонда табысқа жетесің деген. Акира коробкалар түсіруді жалғастырады. Кеничиро авто үйде ұйқысын қандырып жатыр, ал Шизука терезеге қарап отыр. Ол байқаусызда Акираның рюкзагын түсіріп алады. Одан істер тізімі жазылған дәптер түседі. Шизука тізімді оқып күледі. Лагердің екі мужигі жүк көлігімен керек жарақ жинап жатыр. Олар Гонзоның өзі ешқашан көрші қалалар мен ауылдарға керек жарақ үшін бармайтынын талқылайды. Еркектер жүк көлігінің ішіне зомби кіріп кеткенін байқамай қалады. 2 күн аяқталып, Шизука, Акира және Кеничиро жолға шығайын деп жатыр. Акираның миы бұлыңғыр. Ол достарына лагерде тұруға қалуды шешкенін айтады. Гонзо рахаттанып тісін ақситады. Кеничиро мен Шизука естігендеріне сене алар емес. Кеничиро Акираның есін жиғызу үшін оны шайқайды. Бірақ 2 күн ішінде Гонзо оның психикасын сындырды. Шизука онсыз кеткелі жатыр. Кеничиро бұлай досын тастап кетуге болмайды деп айғайлайды. Акира жай ғана бастығының нұсқауларын орындау керек екенін қайталайды. Бұл сөздер Шизуканың әкесі туралы естеліктермен үйлеседі. Ол шыдай алмай, Гонзо сияқты тирандар тек әлсіздерді сындырып, оларды құл ете алады деп айғайлап жібереді. Осылайша Акира таңдау еркіндігінен айырылып, өзін-өзі құрметтеуден қалады. Шизука Гонзоның өзі айналасындағылардың бәріне айғайлап, солардың есебінен өзін дәлелдеуді ғана білетін комплекстары көп чорт екеніне сенімді. Шизука бұрын ол да Акира сияқты болғанын мойындайды. Бірақ бейбітшілік пен қарапайым өмір уже жоқ. Бұл сөзді лагердің басқа да тұрғындары естиді. Шизука мұндай сасық уроттардан алыс жүру керек деп айғайлайды. Гонзо Шизука біткен истеричка деп айғайлайды. Бірақ қыздың сөздері барлық қалған тұрғындарды елжіретті. Шизука жексұрын бастыққа ойыңдағыны айту деген 37-ші пунктті қосып қойған тізімді Акираға тапсырады. Гонзо дәптерді алып жерге лақтырып жібереді. Ол есін жиып, ақыр заман басталғанда қалай өмір сүргенін есіне алады. Акира, рахмет саған Гонзо, бірақ бүгіннен бастап сенімен араласқым келмейді дейді. Гонзо ашуланып терлейді. Бала оның сөздерін мазақ етеді. Акира дәптерін көтеріп, мұнда құл болып өмір сүргенше, қоршаудың ар жағындағы зомбиден өлгенім жақсы дейді. Лагерге керек жарақтары бар дәл сол жүк көлігі келеді. Шанақтан зомби секіріп, жүргізушіні тістеп алады. Дүрбелең басталып, Гонзоны ешкім тыңдамай кетеді. Екінші жүргізуші ойбайлап, зомбилерге толы арбаны қағады. Лагерде қырғын басталады. Кеничиро аман қалғандардың бірін автоүйдің төбесіне шығарып алады. Көршілес көлікте Акира отыр. Кеничиро басқа да адамдарды құтқаруға тырысуда. Акира Гонзоның көзіне жас алып, зомбилер тобынан қашып баратқанын көреді. Қалғандары барын салып жүр, зомби болып кетпейді деп. Акирада бір жоспар пайда болады. Гонзо шалынып жығылады. Оны зомби қуып жетейін деп қалды. Бірақ оларды сары фургонмен Акира қағады. Кеничиро досының конченый Гонзо не үшін құтқарғанын түсінбейді. Акира бұрынғы семіз бастығын шатырға әрең шығарады.
Қалған көлік жүргізушілері фургонды әртүрлі жағынан жауып тастайды, ал зомбилер жүк көліктердің квадратында қалады. Сары фургонның ішінде газ баллон бар. Акира факел жағады. Гонзомен бірге ол жүк көлігінің үстінен секіріп, зомбилер жарылады. Кеничиро досына қарай жүгіреді. Басқа аман қалғандарда жоспардың сәтті болып шыққанына қуанышты. Акира абайлап Шизукаға қырындайды, бірақ ол оны әдеттегідей ачиват етіп тастайды. Гонзо өз орнын қалпына келтіруге тырысады, бірақ оның қарамағандағылары енді оны тыңдағысы келмейді. Тірі қалғандардың бір бөлігі кетуге шешім қабылдайды, ал басқа бөлігі керек жарақпен қалады. Гонзо айғайлап отыр, бірақ оны ешкім тыңдамайды. Кеничиро, Шизука және Акира да кетеді. Гонзо жалғыз қалады. Акира Шизукаға бұл 2 күн ол үшін тұман сияқты бұлыңғыр болғанын айтады. Грузчик болып жұмыс істеуде қиын болды. Шизука одан уайымдамауды сұрайды. Өйткені оның бүкіл өмірі алда, және қаз балаға лучше өзінің істер тізімін жүзеге асырған дұрыс. Үшеуі өзен жағасында тоқтайды. Акира достарынан бүгінгі күнмен өмір сүру деген не екенін сұрайды. Шизука бұл өткен мен болашақты ұмыту дегенді білдіреді. Кеничиро Итагиоки зомби пандемиясы басталғаннан бері олар бүгінгі күнмен өмір сүріп жүргенін айтып ескертпе жасайды. Олар жолдарын жалғастырады. Акираның туған ауылына 1 сағаттай жол қалды. Кенет олар жол бойында апатқа ұшыраған жүк көлігін қоршап алған зомби тобын байқайды. Акира өзінің акулаға қарсы костюмын киеді. Ол зомбилердің алдынан секеңдеп шығып, өзінің супер қаһарман сияқты ұстайды. Жүк көлігінің есігі айдай ашылып, соннан қызыл самурай ұшып шығады. Ол зомбилерді найзамен қиратып, бір уақытта садақпен ата бастайды. Достары самурайдың барлық зомбилерді еппен жойып жатқанына шок болады. Ол маскасын шешеді. Оларды таңғалдырғаны ол қыз. Ол салам алейкум, менің атым Беатрикс дейді. Кеничиро мен Акира шок болды. Қыз онымен қоймай шетелдік. Ол Германиядан келген турист екенін айтады. Жапонияны көруге келген. Сонда зомби індеті басталды. Беатрикске жапондық барлық нәрсе ұнайды. Оның жүк көлігінде мұздатқыш бар. Акира ішінен мұздатылған балықты көреді. Беатрикс доставка жасамақ болғанын айтады. Бірақ қазір оның жүк көлігі бұзылып қалды. Ол Такасаки қаласына дейін жеткізіп салуды сұрайды. Шизука мен Кеничиро, егер қыз тамақты тірі қалғандарға апаратқан болса, оған көмектесу керек деп кеңеседі. Беатрикс Акираға өзі туралы Жапонияға қалай келгенін дегендей әңгімелерді айтады. Ол балықты нағыз жапондық суши жасауды білетін соңғы аман қалған аспазға апара жатқанын айтады. Кеничиро мен Шизука шок болды. Өйткені какой-то бір аспазшы Беатрикске балық әкелсе, суши жасауға уәде берген. Акира көмектесуге уәде беріп, істер тізіміне тағы бір пункт қосады. Мейрамхана сушиін жеу. Олар балықты сөмкелерге вакуумдейді. Олардың уақыты аз, балық бұзылып кетпеу үшін зыту керек. Сонымен авто үй мен мотоцикл мінген Кеничиро Такасакиге келеді. Беатрикс аспазбен соңғы рет 3 күн бұрын ұялы байланыс жұмыс істеп тұрған кезде сөйлескенін мойындайды. Қаланың көшелері зомбилерге толы. Акира мен Беатрикс шайқасқа дайындалып, костюмдерін киеді. Кеничиро оның досымен жаңадан қосылған қыз жоспарсыз ұрысқа ұмтылғанын алаңдайды. Шизуканың басына бір ой келеді. Сол, жалаңаш Кеничиро зомбилердің назарын аударады. Көпшілік оның артынан жүгіреді, бірақ олардың жолын жүк көлігімен Акира жабады. Зомбилерге Беатрикс атылып, талқандайды. Шуды қаладағы көптеген басқа да зомбилер естиді. Зомбилердің үлкен тобы тар көшеде бұғатталады. Кеничиро, Акира және Беатрикс оларға бензинге толы бөтелкелер лақтырады. Барлығы Шизуканың жоспары бойынша болып келеді. Бірақ зомбилер көбейіп кетіп, олар қабырғаларға шыға бастайды. Зомбилердің бір бөлігі авто үйге қарай бұрылып кетеді. Беатрикс бәрі бітті деп жылайды. Акира достары неге міндетті түрде дәмді суши жеу керек деген жалынды сөз сөйлеп, төмен секіреді. Біз Беатрикс бала кезінде теледидардан Жапония туралы бағдарламаларды көрген естеліктерді көреміз. Акира зомбилерге рукопашкамен атылады, бірақ олардың саны өте көп. Оған костюмдегі Беатрикс секеңдеп кеп, зомбилерді өлтіруге көмектеседі. Екеуі шайқасқа атылып, зомбилерді оңды-солды шашып өлтіреді. Беатрикс зомби әйелді 2 бөлікке бөледі, содан кейін басқаларды да. Бір зомби авто үйге қарай жүгіреді. Акира оның үстіне секіреді. Крутой төбелеске қарамастан зомби тым көп. Аспанда дыбыс зорайтқышпен MP3 плеері бар дрон пайда болады. Біз бұған дейін Шизуканың бұл жоспары қажет болған жағдайға Беатрикстен MP3 плеерді алғанын көреміз. Зомбилер дроннан шыққан дыбысқа бензинмен тұзақ орнатылған арнайы орынға дейін жүреді. Кеничиро молотов коктейлін лақтырады. Бүкіл аумақ өрт пен түтінге оранады. Тізбек бойынша бұрын бензинмен шомылған қалған зомбилер тұтанады. Акира мен Беатрикс төбеге, Шизука мен Кеничироға қайтады. Олар зомбилердің жанып, жерге құлап атқанын көреді. Кейінірек бүкіл компания мейрамханада тап болады. Олардың барлығы дәмді суши жеп қуанады. Аспазшы 30 жыл бойы ірі қалаларда суши аспазшысы болып жұмыс істеген, бірақ қартайған шағында туған қалашығына көшіп келді. Ол ақыр заман болғанына қарамастан, оның сушиін жеуге адамдардың келгеніне өте қуанышты. Беатрикс шайнап, қуаныштан жылайды. Болған жағдайдан аспазшының жүрегі елжіреп кетеді. Ол ұзақ жылдар демалыссыз суши жасағанын, қызы тұрмысқа шыққанын, әйелінің қайтыс болғанын есіне алады.
аспазшы достарға арақ ішуді ұсынады. Келесі күні бүкіл компания жолдарын жалғастырып, қатты ыстықтан қиналады. Кеничиро суға сүңгуді армандайды, ал Шизука қолтығын ескейді. Оған да ванна керек. Анимеде жиі болатындай топ ыстық суға келеді. Кеничиро мен Акира сарқырамаға тамсанып тұрғанда, Беатрикстің емшектері қызарыске кимоноға сыймайды. Шизука қызғанышпен қарауда. Беатрикс Википедияда оқыған Жапониядағы көптеген ауылдар ыстық сулардың айналасында салынғаны туралы мақаланы есіне түсіреді. Акира оның Жапония туралы соншалықты көп білетініне таңғалады. Кеничиро мен Беатрикс махаббат қызбасы деп аталатын ауруды талқылайды, ал Акира Шизукаға тамсануда. Қыз әкесі не айтады, солай өмір сүруге үйреніп кеткенін мойындайды. 30 жасқа дейін оқу мен мансап туралы ойлау, ал қалғанның бәрі махаббат, отбасы, потом. Акира онымен келіспейді. Ол махаббат пен отбасы керісінше жақсы жұмыс істеуге итермелейді деп санайды. Егер әңгіме апат болмаған әлем туралы болса, Шизука махаббаттың ақмақ прелюдия екеніне сенімді. Оның үстіне әлеуметтік сауалнама көрсеткенде 72% Қ витамин маңызды деп санайды. Акира мен Кеничиро үлкен ашық бассейнге секіріп, жосқы жүзе бастайды. Шизука қашан тезірек жуынам деп күтіп тұрғанда, Беатрикс әйелдер жартысында су жоқ екенін айтады. Қаладағы жалғыз жұмыс істейтін монша бұл тек ерлерге арналған. Кеничиро мен Акира қыздарды қосылуға көндіре бастайды. Ұялатын ештеңе жоқ деп. Шизука бірден оларға жоқ дейді. Бірақ Беатрикс ежелгі жапондардың бірге шомылу салтын есіне алады. Ол кимоносын шешеді. Ол жалаңаш. Акира мен Кеничиро оған жапон мәдениетіне деген сүйіспеншілігі үшін көздеріне жас алып, алғыстарын білдіреді. Кенеттен судан зомби шығады. Оның артынан тағы бірнешеуі. Шизука, Беатрикс, Акира және Кеничиро кимоноларын киіп қашады. Айналада зомби өте көп. Достар тауға шығады. Олар зомбилердің кетуін күтіп, жартастың үстінде көп уақыт өткізеді. Акира мен Беатрикс суға түсе алмағандарына настроениялары жоқ. Шизука теріс асып тұрған айтып жылайды. Түн. Акира аузы кеуіп боянады. Ол орманға барып, жақын жерде судың дыбысын естиді. Акира алдынан сарқырама және ортасында тасы бар шағын көлді көреді. Киімін шешіп, жұлдызды аспанға қарап, шомылуды шешеді. Акира байқаусызда жалаңаш Шизукаға соқтығысады. Ол баланың судан тез шығуын талап етіп, ұялғаннан айғайлайды. Акира бұл әділетсіз деп ойғалайды. Өйткені ол жаңа ғана суға кірді ғой. Шизука аузын ашып қатып қалады. Бірақ келіседі. Олар тастың әр жағында орналасады, және Шизука Акирадан оған бұндай көздермен қарамауды талап етеді. Бала бұдан былай дауласқысы келмей үнсіз отыр. Шизука оған дөрекі болып, оның өмірлік ұстанымдарына аяғын сүрткені үшін кешірім сұрайды. Шизука әкесі туралы және ол ешқашан қызын тыңдамағандықтан, енді ол басқаларға солай қарайтын туралы айтады. Көбінесе тек өзін және өз пайдасын ойлап. Шизука нормальный қарым-қатынасты құру керектігін білмейтін мойындайды. Және негізінен патшайым болып көрінеді, бірақ түзелуге тырысуға уәде береді. Акира қыздың ашық айтқанына қуанады. Шизука, егер мен ғашық болсам, мен жігітпен ашық сөйлесер едім дейді. Акира өзінің жүрегінің соғуын естиді. Олардың әңгімесін Кеничиро мен Беатрикс айқайлап бөледі. Солай достар, егер сендерге біздің видеоларымыз ұнаса, лайктар қойып, комменттер жазыңдар. Қазақша контент қолдаңдар. Көргендеріңе рахмет.